Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 14-ші сабақты талқылаймыз. Тақырыбымыз ю әрпінің жазылуы. 56-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юлия құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Мәтін ұлан газетінен алынған. Балалар, енді төмендегі тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма: мәтіннің мазмұнын айт. Мәтіннің мазмұны: Болат пен Юра құрылыс басына барады. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр екен. Бірінші қабатта сылақшылар жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юлия құбырларды қою сырмен сырлайды. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болу қызықты әрі жақсы жұмыс деп қорытындылайды. Екінші қарамен жазылған сөздер: Юра, Юлия, қою. Сөз: Юра сөзі жазылуы 3 әріп 4 дыбысты білдіреді. Ю әріпі и, у дыбыстарын береді. Юлияда 3 әріп 5 дыбыс. Ю және я әріптері и, у және и, а дыбыстарын беріп 5 дыбыс болады. Қою 3 әріп 4 дыбыс. Яғни бұл сөздердің жазылуы мен айтылуында айырмашылықтар бар. Себебі ю және я әріптері қосарлы дыбыс береді. 57-ші жаттығу. Сөздерді оқы. Олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Үлгі бойынша бұл сөздерге дыбыстық талдау жаса. Көбею сөзінде бұл жерде үлгі бойынша к дауыссыз, ө дауысты, б дауыссыз, е дауысты және дауыссыз дауысты, и, у әріптері. Молаю жазылуы: молаю 5 әріп, айтылуы 6 дыбыс. Әріп м дауыссыз, о дауысты, л дауыссыз, а дауысты, ю дауыссыз, и әріпі. У дауысты болып келеді. Үлкею сөзі: жазылуы 5 әріп, айтылуы 6 дыбыс. Дауысты, л дауыссыз, к дауыссыз, е дауысты, ю, и дауыссыз, у дауысты болып келеді екен. Үшінші сөз: есею. Жазылуы 4 әріп, айтылуы 5 дыбыс. Ю, и, у дыбыстарын береді. Әріп е дауысты, с әріпі дауыссыз, е әріпі дауысты, ю әріпі и, у болып дыбыс естілген соң, екі әріпті екі бөлек жасаймыз. И әріпі дауыссыз, у әріпі дауысты болып келеді. Балалар, түсінікті болып жатыр ма? Бізде келесі 4-ші сөз: сарғаю. Жазылуы 6 әріп, айтылуы 7 дыбыс. С әріпі дауыссыз, а әріпі дауысты, р әріпі дауыссыз, ғ әріпі дауыссыз, а әріпі дауысты, ю әріпі, и және у дауыссыз, у әріпі дауысты болып келеді екен балалар. Шығармашылық үзіліс. 58-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз. Ормандағы аю, ойы балға тою. Ал төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Аю балды ұнатады, себебі бал тәтті және қоректі тағам. Ол аюға күш береді. Қыста семіріп, ұйқыға дайындалуына көмектеседі. Дыбыстық талдау: аю, қою, тою сөздеріндегі ю әріпі 2 дыбыстан тұрады. И және у. Аю сөзі айтылуы аю,
құрамы ю, дыбыстық құрамы и, қысқа и және у әріпі. Келесі сөз қою. Қоюда да ю әріпіндегі дыбыстық құрамы и, у, сонда қою. Тою әріпі де сондай. Сондықтан бұл сөздерде әріптің саны аз болғанымен дыбыстың саны көп. 59-шы жаттығу. Оқы. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол аюдан: «Сен қыста неге шықпайсың?» деп сұрады. Аю күліп: «Біз күзде көп қорек жейміз, денеміз майға толады. Қыс түскенде інге кіріп, ұйықтап жатамыз. Ұйықтап жатқанда энергия аз кетеді, сондықтан ашықпаймыз» деді. Сосын аю қасқырға ақыл айтты. «Сен де қысқа дайындал. Жазда және күзде азық жина. Артық етті інге жасыр. Сонда қар қалыңдағанда аш қалмайсың» деді. Қасқыр басын изеді де: «Рас айтасың, мен де енді тамағымды ысырап етпей қысқа сақтаймын» деп уәде берді. Балалар, сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңыздар.